Сәлеметсіз ме, балалар? Бүгін сабақтың тақырыбы маған бәйшешек ұнайды. Маған это мне нравится подснежник. Маған мне нравится подснежник. Жаңа сөздер, новые слова. Маған мне, саған, тебе, ұнайды, нравится, ұнайма, нравится ли. 86 бет. Открыли 86-ю страницу. Маған Раушан ұнайды. Мне нравится роза. Саған қызғалдақ ұнайма? Тебе нравится подснежник. Қандай гүл ұнайды? Какой цветок нравится? 86 бетте диалог берілген. Диалогты оқимыз, аударамыз. Саған қандай гүл ұнайды? Тебе какой цветок нравится? Маған, запомните, мне маған Раушан ұнайды. Мне нравится роза. Анель, саған қандай гүл ұнайды? Анель, тебе какой цветок нравится? Маған қызғалдақ ұнайды. Мне нравится тюльпан. Саша, саған қандай гүл ұнайды? Саша, тебе какой цветок нравится? Маған бәйшешек ұнайды. Мне нравится подснежник. По этому диалогу первое задание. Сұраққа жауап бер. Әлбекке қандай гүл ұнайды? Әлбеку нравится какой цветок? Әлбекке, отвечаем, Раушан ұнайды. Анельге қандай гүл ұнайды? Анельге қызғалдақ ұнайды. Сашаға қандай гүл ұнайды? Сашаға бәйшешек ұнайды. Саған қандай гүл ұнайды? Тебе нравится какой цветок? Например, мне нравится роза. Маған Раушан ұнайды. Келесі тапсырмамыз, екінші тапсырма, жазылым, письменно. Вы должны вместо картинок ставить слова. Келесі біздің тапсырмамыз, төртінші тапсырма, айтылым. Здесь вы должны ответить на вопросы. На вопрос. Сен не істейсің? Задаем вопрос. Сен не істейсің? Задаем Альбеку вопрос. Альбек, сен не істейсің? Альбек говорит, мен бәйшешек гүліне су құямын. Можно сказать, мен гүлге су құямын. Анель, сен не істейсің? Мен, Анель говорит, ағашқа су құямын. Алуа, сен не істейсің? Мен әдемі гүлге Раушанға су құямын. Можно сказать, мен Раушан гүліне су құямын. Значит, ребята, вы должны запомнить слова маған мне, саған тебе, ұнайды, ұнайма. И спросить, саған қандай гүл ұнайды? Маған бәйшешек ұнайды. Сонымен балалар, сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.